Сәлем оқушылар, бүгін бізде алғашқы сабағымыз, яғни 3-ші тараудың алғашқы сабағы, бірінші сабақ арифметикалық прогрессиялар. Яғни арифметикалық прогрессияны қалай түсінеміз? Ол дегеніміз қалай? Яғни қалай есептер шығарамыз? Ең бірінші оны арифметикалық прогрессияны өтпес бұрын, ең бірінші стандарт тізбегін яғни қарастырып алайық. Стандарт тізбегі дегенімізде, яғни ол A1, A2, A3, AN тізбектерінің мүшелері мысалға. Стандарт тізбегі деп былай айтсақ болады. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, немесе былай 1, 3, 5, 7, немесе 9. Яғни тізбек, қараңыздар. 1, 3 не істеп отыр мұнда? Яғни 2 не қосылып отыр. 1-ге 2-ні қоссақ 3 болды, 3-ге 2-ні қоссақ, яғни 2 есе қосылып отыр. Осыны біз стандарт тізбегі деп есептесек болады. Мысалға ең бірінші бізде қараңыздар. A1, A2, A3, AN тізбектерінің мүшелері, яғни A1 бірінші мүшесі, A2 екінші мүшесі, A3 үшінші мүшесі. AN деген яғни ең соңғы n-ші мүшесі. Мысалға оны былай алсақ. Мысалға бастапқы 1, 4, тағы да 4-ке 3-ті қосатын болсақ 7, 7-ге 3-ті қосатын болсақ 10, 10-ға тағы да 3-ті қосатын болсақ 13. Яғни бізде не болып отыр? 3-ке арттырылып отыр, яғни 3-ті қосылып отыр. Сонда демек бізде 1 деген санымыз бізде бірінші мүшесі, тізбектің бірінші мүшесі. Екінші мүшесі, яғни 4, A2 дегеніміз 4-ке тең. Келесі үшінші мүшесі бізде 7-ге тең. A4, төртінші мүшесі 10-ға тең. A5, бесінші мүшесі бізде 13-ке тең. Яғни тізбекте осыны айтамыз. Түсінікті ме? 1, 4, 7, 10, 13. Яғни қосылып отыр, 3-ке қосылып отыр. Ең соңғы, яғни AN мүшесі дегеніміз, AN дегеніміз, яғни кез келген бір мүшесі. A6 болуы мүмкін, ол дегеніміз A7 болуы мүмкін әртүрлі. Яғни осы тізбекте осыны айтамыз. Яғни сан тізбегі және де екі түрде беріледі. Ол, яғни жалпы мүшесінің формуласы арқылы және рекуррентті түрде. Бұл жалпы мүшесінің формуласы мен рекуррентті түрде деген қалай ажыратамыз, қалай түсінуге болады? Ол дегеніміз алдағы уақытта қазір екі мысал көрсететін боламын, сонда түсінетін боласыздар нақты. Және ескертетін жайт, тізбектің жалпы мүшесінің формуласы әртүрлі әріптермен берілуі мүмкін. Яғни бізде A1, A2 емес, міндетті түрде A1, A2 болмайды. Мысалға AN, BN, CN, XN, YN деген секілді әртүрлі кез келген әріптермен беріледі. Яғни мысалы A1-дің орнына біз X1, X2-ші мүшесі, X3-ші, X4, мұнда X5-ші мүшесі деген секілді алуымызға болады. Келесі ары қарай демек, біріншісі бізде, яғни жалпы мүшесінің формуласы арқылы дедік. Стандарт тізбек екі түрде белгіледі. Яғни жалпы мүшесінің формуласы арқылы берілетін болса, ол қалай болады? Бірінші мысал қарайық. Жалпы мүшесі AN тең болады 2-нің n дәрежесі қосылған 1 формуласымен берілген тізбектің алғашқы 5 мүшесін табыңыз. Яғни алғашқы 5 мүшесі деп отыр. Ол дегеніміз қалай? Бірінші былай алсақ, яғни ол дегеніміз AN тең болады. Бірінші жазып алсам 2-нің n дәрежесі қосылған 1-ге. Енді бізде қараңыздар, алғашқы 5 мүшесі. Сонда бірінші бізде n-іміз 1-ге тең болған кезде, сонда бірінші мүшесін қарайық. n-іміз 1-ге тең болған кезде, сонда A1-іміз нешеге тең болады? n-нің орнына 1 қоятын болсақ, A1, n-нің орнына барлық жерге 1 қойып шығамыз. Мұнда және мұнда қойып шығамыз. Сонда демек, 2-нің 1 дәрежесі қосылған 1-ді береді. Ол дегеніміз нешеге тең? 2-нің 1 дәрежесі 2-ні береді, қосылған 1, 3. Келесі, n-іміз 2-ге тең болғанда, n-іміз 3-ге, n-іміз 4-ге тең болғанда және n-іміз 5-ке тең болған кездегі есептердің жауаптарын қарастырамыз. Сонда демек, n-іміз 2-ге тең болғанда, яғни A2-міз сонда 2-нің квадраты қосылған 1-ді береді. Яғни n-нің орнына 2 қойдық, мұндағы тұрған n-нің орнына 2-ні қойдық. Сонда 2-нің квадраты 4 қосылған 1, 5-ті береді. Келесі, n-іміз 3-ге тең болғанда, ол A3-міз 2-нің кубы қосылған 1, 2-нің кубы 8 қосылған 1, 9-ды береді. Келесі, n-іміз 4-ке тең болғанда, яғни A-ның 4-ші мүшесі. Сонда 2-нің 4 дәрежесі қосылған 1 тең болады. 2-нің 4 дәрежесі 16-ға тең, қоссақ 17. Яғни 1-ді қоссақ 17-ге тең болады. Келесі, соңғы n-іміз 5-ке тең болған жағдайда. A5-іміз сонда 2-нің 5 дәрежесі қосылған 1, 2-нің 5 дәрежесі 32-ке тең, 1-ді қосатын болсақ 33-ке тең болады екен. Демек бізде есептің жауабы шықты. Қараңыздар, мұның барлығын алатын болсақ, сонда тізбектің алғашқы 5 мүшесі мінекей былай болады. Бірінші мүшесі 3 болды. Келесі екінші мүшесі 5 болды.
мінекей бірінші, екінші, міне А1 дегеніміз бірінші, А2 дегеніміз екінші, А3 дегеніміз үшінші мүшесі, А4 дегеніміз төртінші мүшесі, 9, 17, соңғысы 33. Яғни алғашқы 5 мүшесін мінекей таптық. 3-ке, 5-ке, 9-ға, 17-ге, 33-ке тең екен. Жалпы мүшесі деп осыны айтамыз, яғни тізбек деп осылай қарастырамыз. Кейбір обытта қазір келіп жатады осындай берілген форма, осының кез келген бір мысалға 7 мүшесін тап десе, біз 7-ге дейін қарастырамыз, n-нің 7-ге дейін қарастырамыз. Немесе 10 мүшесін тап десе, n-ді 10-ға дейін қараймыз. Немесе 10-шы мүшесі, алғашқы 5 мүшесі дедік қой бізде. 10-шы мүшесі десе, сразу бізде a-ның орнына n-ді қойып, n-нің орнына 10-ды қоямыз. А 10 сонда демек 2-нің 10 дәрежесі қосылған 1 өсіп шығарып кетеміз. 2-нің 10 дәрежесі 1024-ке тең болу керек. Сонда 1000 бізде 25-ке тең болады есеп. Яғни 13-ші мүшесі тап десе осылай болады. Обытта келіп жатады осындай есептер. Жалпы мүшесі xn тең болады. n квадрат минус 1 бөлінген n плюс 2 формуласымен берілген тізбектің алғашқы 4 мүшесін табыңыз. Алғашқы n-ді бізде 4 мүшесі деген. Жаңағыда бастапқыда бізде 5 мүшесі деп еді, енді 4 мүшесі. Бірінші n 1-ді қояйық. Яғни 1-дің орнына қойсақ, сонда нешеге тең болады? x1-міз 1-ді қойдық. n-нің орнына бірінші мүшесі 1-дің квадраты азайтылған 1, бөлшектің бөлімінде 1 қосылған 2. Сонда демек 0 бөлінген 3 бізде тең болады 0-ге. x1-міз демек 0-ге тең екен. Келесі n-міз 2-ге тең болғанда x-міз нешеге тең болады? Соны табайық. n-нің орнына 2-ні қойсам 2-нің квадраты қосылған азайтылған 1 бөлімінде 2 плюс 2 тең болады. Сонда 2-нің квадраты 4-ке тең, 1-ді азайтатын болсақ 3, бөлшектің бөлімінде 4. 4-тен 3-ке тең болды. Келесі n-міз 3-ке тең болса, және n-міз 4-ке тең болса. Демек, x3-міз n 3-ке тең болған кезде, x3-міз 3-тің квадраты азайтылған 1, және 3 қосылған 2. Тең болады. 3-тің квадраты 9, 1-ді азайтсақ 8, ал бөлшектің бөлімінде 8 бөлінген 5 болады. Келесі x-тің 4-ші мүшесі, яғни 4-ші мүшеміз 4-тің квадраты азайтылған 1, 4 қосылған 2. Мұнда 4 дегенді мұнда n-нің орнына апарып қойып жатыр. Мына формула бойынша. Түсінді ме? Қалай шықты деп түсінбей тұрсаңыздар, осыдан алуға болады. Яғни 4-ті біз мұнда және мұнда қойдық. Мына жерге. Формула бойынша қойып жатыр. Сонда 4-тің квадраты азайтылған 1, 16 азайтылған 1 тең болады 15-ке. Бөлшектің бөлімінде 6. Енді бізде демек мүшелерін таптық. Демек бізде 0, 4-тен 3, 5-тен 8 және 15-тен 15 бөлінген 6-ға тең екен. Мүшелердің саны осы, яғни тізбек бойынша. Ары қарай кете береді. Қойсаңыздар. Келесі енді рекуррентті түрде берілген тізбектің алғашқы 5 мүшесін табыңыз. Яғни рекуррентті дегеніміз не? Алдыңғы 5 мүшесі арқылы келесі мүшесін табуға болатын ереже түрінде берілген тізбекті рекуррентті түрде берілген тізбек деп атаймыз. Яғни алдыңғы мүшесі арқылы келесі мүшесін табуға болатын дейді. Алдыңғы мүшесі, яғни сонда демек бізде A1 деген қосымша беріледі. Яғни бастапқыда тек қана осылар ғана берілді ғой, AN деген секілді. Бізде енді A1 деген мүшесі беріліп отырады. Яғни рекуррентті болған кезде A1 деген мүше беріліп отырады. Ол дегеніміз енді бірінші есептен қарайтын болсақ, ең бірінші есепте ең бірінші есепте A1-міз сонда демек 2-ке тең екен. Яғни бірінші мүшеміз 2-ке тең. Ары қарай енді табатын болсақ, енді бізде қараңыздар, A1 табылды, енді бізде A2-ні табу керек. Мына формула арқылы табамыз біз A2-ні. Ол үшін не істеу керек? Яғни мұнда 2 болу үшін, A2 болу үшін бізде n-нің орнына 1-ді қоюымыз қажет. Егер біз мұнда n-нің орнына 2 қоятын болсақ, бізде A3-ші мүшеміз табылып кетеді бірден. Сондықтан 1-ден бастаймыз. Сонда 1-ді қоятын болсақ, мұнда формулаға барып, демек, бұлай болады. A1 қосылған 1 болады. Яғни мұна 1-ді қойдым орнына, n-нің орнына. Сонда тең болады A1 қосылған 3-ті береді. Түсінікті ме? Мына 1 қосылған 1 дегеніміз 1-ден 2 деп жазсам болады. Түсінікті ме? Осыны 1-ден 2 деп жаздым. Немесе бұлай жазайын. 1 қосылған 1, мұнда A1 қосылған 3.
Енді сонда А1 мен 1-ді қосатын болсақ, А2-ні береді, тең болады А1 қосылған 3 деп. Енді қараңыздар, А1-дің орнына бізде неше қоямыз? Мұндағы өрнекті апарып қоямыз. Бастапқыда біз А1-ді берілді деп, мінекей рекуррентті дегеніміз осы. А1 беріледі, сонда А1-дің орнына 2-ні қоятын болсам, мұнда апарып 2-ні қойсам, 2 қосылған 3 тең болады 5-ке. Демек бізде А2-ші мүшеміз 5-ке тең екен. Алғашқы 5 мүшесін табайық енді. Осы секілді. Келесі бізде n нешені қоямыз? Келесі n2-ні, одан кейінгісінде n3-ті қойсақ, одан кейінгісі n4-ті қойсақ, сонымен біз 5-ші мүшесіне дейін жетеді екенбіз. Сонда демек, n2, n-нің орнына 2-ні қойсам, 2 қосылған 1 болады, формула бойынша. А2 қосылған 3-ке тең. Сонда демек, 2 мен 1-ді қосатын болсақ, бастапқы формула бойынша А3-ті береді, мына жерде мінекей А3-ті береді. Ол дегеніміз А2 қосылған 3-ке тең екен. А2-нің орнына мен не істеймін, енді апарып 5-ті қоямын. Мінекей 5 тұр мұнда. Мына 5-ті апарып қойсам, А2-нің орнына, сонда 5 қосылған 3-ті береді. 5 пен 3-ті қосатын болсақ, 8-ге тең. Демек сонда 3-ші мүшеміз 8-ге тең, 2-ші мүшеміз 5-ке тең, 1-ші мүшеміз 2-ке тең. Енді n 3-ке тең болған жағдайда ол кезде қалай болады? А3 қосылған 1 болады. Тең болады А3 қосылған 3-ке тең. Сонда демек, 3 пен 1-ді қосатын болсақ, А4 болады. А4-іміз формуласы А3 қосылған 3-ке тең. Тең болады. А3-тың орнына енді мен не қоямын? 8 апарып қоямын. Тапқанымыз бойынша мінекей 8. Сонда 8 қосылған 3 тең болады 11-ге. Есеп шықты. Демек 4-ші мүшеміз 11-ге тең. Енді соңғы 5-ші мүшеміз табайық. N 4-ке болған жағдайда А4 қосылған 1 тең болады А4 қосылған 3. Мына формула бойынша жазып жатырмын. Қалай шықты десеңіздер, осының орнына қойып жатырмын. Яғни 4-ті АН-нің орнына қойдым. Мұнда 4 қосылған 1 және АН қосылған 3. Сонда демек 4 пен 1-ді қосатын болсақ, А5-ті береді. Ол дегеніміз А4 қосылған 3-ке тең. А4-іміз енді ары қарай табатын болсақ, мұнда А4-іміз 11-ге тең. Осыны апарып қоямын осы жерге. Себебі тапқан болатынбыз мінекей. 11 қосылған 3 тең болады 14-ке. Есеп шықты. Демек бізде барлық мүшелерін таптық. Оны тізбектей жазатын болсақ, демек қалай болады? Ең бірінші мүшеміз бұлай жазайын. Бірінші мүшеміз А1-міз 2-ге тең екен. Келесі А2-міз 5-ке тең екен. Келесі А3-міз 8-ге тең. А4-міз 11-ге тең. А5-міз 14-ке тең екен. Сонда неше қосылып отыр? Бізде қараңыздар, 2-ке 3 қосылды, 5-ке 3 қосылды, 8-ге 3 қосылды. Яғни қосылып 3 деген сан қосылып отыр, артылып отыр. Демек осы рекуррентті деп аталады. Келесі тағы бір мысал көрейік рекуррентті есепке. Рекуррент түрде берілген тізбектің 7-ші мүшесін табыңыз. Y1-іміз 4-ке тең, Y2-міз 6-ға тең. Сонда демек мына өрнектің мәні нешеге тең болады? 7-ші мүшесін табыңыз дейді. 7 мүшесіне де тапсақ. Сонда Y1 тең болады 4-ке деген, Y2-міз тең болады 6-ға. Яғни бірінші және екінші мүшесін беріп қойған. Y1 дегеніміз бірінші мүшесі, Y2 дегеніміз екінші мүшесі 6-ға тең. Енді сонда біз үшінші мүшесін табуымыз керек. Y3 неше болады? Y3-ті мына формула арқылы табатын боламыз. Мұнда n-нің орнына нешеден бастап беруіміз қажет? Бізде 3 болу үшін, яғни 3-тен бастау үшін. Y3 болу үшін мұндағы өрнегіміз n-нің орнына қараңыздар. n-нің орнына 2 береміз. Сонда 2-ні қоятын болсақ, n-нің орнына 2 қосылған 1 бізде Y3-ті береді. Сонда Y3 тең болады. Бұлай жазайын болмаса, n плюстің орнына 2 қосылған 1 деп қойдым. Яғни n-нің орнына 2-ні қойдым. Және Y2 минус 1 болады. n-нің орнына мұнда апарып 2-ні қойып жатырмын. 2-ден бастаймыз. Енді 2-ден бастап беріп жатырмын. Ал 1-ден бастап беретін болсам, бізде Y2 ғана табылып қалады. Сондықтан бірінші бізде 2-ден бастап беріп жатыр. 2, сонда азайтылған 2 тең.
Енді тағы да ары қарай жазатын болсам, мұнда y2 плюс 1 дегеніміз y 3-ке тең, мұнда y2 минус 1, y 1-ге тең болады. Азайтылған 2. Сонда y1-дің орнына апарып мына өрнекті қоямын. y1-іміз бізде бастапқыда берілген 4-ке тең. Сонда демек 4 азайтылған 2 тең болады 2-ге. Демек y3-тің мәні шықты. Ол дегеніміз 2-ке тең екен. Мінекей. Келесі табатынымыз келесі n3-ті қояйық. y-дің орнына y сонда 3 қосылған 1 тең болады y3 минус 1. Формула қойып жатырмыз. Ешқандай қиын емес. Оп-оңай. y сонда 3 пен 1-ді қосатын болсақ 4-ті береді. Мұнда 3-тен 1-ді азайтатын болсақ y 2-ні береді. Азайтылған 2 тең болады. Ары қарай демек. y2-міз нешеге тең? y2-ның орнына сан қоюымыз қажет. Ол дегеніміз мінекей берілген y2-міз 6-ға тең. 6 минус 2 тең болады 4-ке. Есеп шықты. y 4-ші мүшеміз демек 4-ке тең екен. Келесі. n нешеден береміз? 4-тен берейік. Сонда демек бізде келесі мүшесі табылады. Жасылмен жаза берейік. y 4 қосылған 1 тең болады y 4 азайтылған 1-ге. Азайтылған 2. Сонда демек 4 қосылған 1 y 5-ті береді. Тең болады 4 азайтылған 1 мұнда y 3-ті береді. Азайтылған 2 тең болады. y 3-міздің мәні нешеге тең? 2-ке тең. Мінекей формула бойынша мұнда апарып қоямын. 2 азайтылған 2-ке тең болады сонда демек. 2 мен 2-ні азайтатын болсақ 0-ге тең болады. Келесі n-нің орнына 5-ті қойсам, одан кейін n-нің орнына 6-ны қойсам бізде жетеді екеміз. 5-ті қойсам 5 қосылған 1 және y 5 азайтылған 1 минус 2. Сонда 5 қосылған 1 6-ны береді. y 6-ші мүшеміз дегеніміз y 4-ші мүше азайтылған 2-ні береді. y 4-ші мүшеге нешені апарып қоямыз? Мұнда 4-ті қоямыз. 4 азайтылған 2 тең болады 2-ге. Келесі соңғы n6. y 6 қосылған 1 тең болады y 6 минус 1 азайтылған 2. Сонда 6 мен 1-ді қосатын болсақ y 7-ші мүшені береді. 6 азайтылған 1 y 5-ші мүшені береді. Азайтылған 2. y 5-ші мүшеміз нешеге тең? 0-ге тең. Мінекей. y 5-ші мүшеміз мінекей табылған 0-ге. y 5-тің орнына апарып қоямын. 0 азайтылған 2 тең болады, минус 2 тең болады екен. Есеп шықты. Демек, мүшелерін таптық бізде, нешеге тең екенін. Сонда, y 1-ші мүшеміз 4-ге, 2-ші мүшеміз 6-ға, 3-ші мүшеміз 2-ге, 4-ші мүшеміз 4-ге, 5-ші мүшеміз 0-ге, 6-ші мүшеміз 2-ге, 7-ші мүшеміз минус 2-ге тең екен. Рекуррентті дегеніміз осы. Келесі енді арифметикалық прогрессияны бастаймыз. Қатты күрделі емес. Ең басты мен қазір арифметикалық прогрессияда, яғни 14 есеп көрсететін боламын. 14 есеп. Егер сіздер сол 14 есепті мұқият қарап, жақсы қарап шығатын болсаңыздар, сіздерге 100% беремін. Яғни арифметикалық прогрессия келген кезде, яғни тестте любойын шашатын боласыздар. Кез келгеннен арифметикалық прогрессия келді, уже сіздерде қосымша балл болады. Ең бастысы мен түсіндірген қазір 14 есеп түсіндіремін. Мысалы, әрқайсысы әртүрлі формулаға байланысты түсіндіретін боламын. Ең басты мұқият қарап шықсаңыздар болды. Түсінікті ме? Оны ендеше бастайық. Егер ең бірінші қараңыздар, арифметикалық прогрессия. Арифметикалық прогрессия дегеніміз не? Яғни жаңағыдай тізбек бойынша беріледі. A1, A2, A3, AN тізбегінің әрбір келесі мүшесіне d санын қосу арқылы шығатын болса, сондай тізбекті арифметикалық прогрессия дейді. Яғни қосымша. Мінекей қараңыздар. Осыны бізде арифметикалық прогрессия 1, мысалы 1, одан кейін 5, одан кейін 10, одан кейін 15, одан кейін 20, солай кете береді. Қараңыздар, не болып жатыр мұнда? Не заңдылық көріп отырсыздар? Заңдылық мұнда 0-ден бастайық. 0 деп. Мұнда заңдылық қалай болып тұр? Не көріп тұрсыздар? 5 қосылып отыр. 0-ге 5-ті қостық, 5 болды. 5-ге 5 қосылып отыр. Яғни 5-ге 5-ті қоссақ 10, 10-ға 5-ті қоссақ 15, 15-ге 5-ті қоссақ 20. Яғни бізде қосылып отыр. Белгілі бір заңдылық бар. Шексіз кет 5-ге қосылу арқылы отыр. Демек, осындай өрнекті бізде арифметикалық прогрессия деп атаймыз. Яғни қосымша бір белгілі бір сан қосылып отыр. Ол деген сол қосылып отқан санымыз не? Бізде d деп белгілейміз. Мінекей. d тең болады. d тең, яғни d-мыз 0-ге тең болмау керек. Ең бастысы
демек бізде мұнда d-мыз 5-ке қосылып отыр. Нешеге қосылып отыр? 5-ке қосылғандықтан d-ны біз 5 деп белгілейміз. Осыны арифметикалық прогрессия d деп атаймыз. Оны айырма дейді. Яғни мұндағы d саны арифметикалық прогрессияның айырымы деп атаймыз. Мінекей. Мұндағы d саны арифметикалық прогрессияның айырымы. Айырымы деген осы қосылып отқан сан. Және осы формулаларды қарайтын болсақ, мінекей жалпы мүшесінің формуласы n тең болады a1 қосылған n-1 көбейтілген d деген. Жалпы мүшесінің формуласы, яғни арифметикалық прогрессия жалпы мүшесінің формуласы, келесі айырымының формуласы. Айырымы деген жаңа d бізде артылып еселеніп отқан бір белгілі сан. Айырымды біз қалай тапсақ болады? Мысалға бір тізбек берейін, мысалмен көрсетейін бір. Белгілі бір тізбек. Қараңыздар. 1, 3, яғни 2-ні қоссақ 5, 7, 9. Ары қарай кете береді. Осындай бір тізбек. Мұндағы біріміз неше? Ең бірінші мүшеміз, яғни бірінші мүшесі, тізбектің бірінші мүшесі 3 дегеніміз. Басқа немен жазайын. 1 дегеніміз бірінші мүшесі, 3 дегеніміз екінші мүшесі, 5 дегеніміз үшінші мүшесі, 7 дегеніміз төртінші, 9 дегеніміз бесінші мүшелері, яғни. Түсінікті ме мұндағы? Енді қараңыздар. Бізде d-ны табатын болсақ, d дегеніміз қалай болады? a2 минус a1 деген. a2 3-ке тең, азайтылған a1. a1-ымыз бізде 1-ге тең, мұнда 3-ке тең. Сөйтіп бізде мына осындай тізбек беріледі. Бізде айырымын тап дейді. Онда демек 3 азайтылған 1 бізде 2-ке тең екен. Демек мына тізбектің айырымы, яғни d-мыз 2-ке тең екен. Себебі неліктен? Екінші мүшесінен бірінші мүшесін азайтамыз. Немесе 4-тен 3-ті, немесе 3-тен 2-ні былай, немесе d тең a3 азайтылған a2. Яғни жоғарғы бір мүшесінен содан кейінгі келесі аз мүшені азайтып отырамыз. Міндетті түрде. a3 минус a2 дегеніміз 5 азайтылған 3 тең болады 2-ке. Келесі тағы да тура осыны былай тапсақ та болады. a5 минус a4. a5 минус a4. a5-міз 5-ші мүшеміз 9-ға тең, 4-ші мүшеміз 7-ге тең. Ол да 2-ке тең. Көрдіңіздер ме? 2-ке тең болып отырады. Қанша мүшесінде не ақса да. Яғни 5, 4, 3, 2 деген секілді болып отыру керек. Немесе d тең болады. Қалай десек, тағы да қандай қылып алсақ болады? 3, 4 алдық. Немесе былай алсақ, a4 азайтылған a3 деп. Келесі бізде ескеретін жайт, егер арифметикалық прогрессияның айырымы оң сан болса, онда яғни прогрессия өспелі болады. Неге мұнда ескеретін жайт белгіленген? Яғни айырымы оң сан болса, онда прогрессия өспелі болады дегеніміз қалай? 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 деп белгіленген. Яғни d-мыз мұнда 3-ке тең, яғни 3-ке қосылып отыр. 2-ке 3-ті қоссақ 5, 5-ке 3-ті қоссақ 8, 8-ге 3-ті қоссақ 11 деген секілді өспелі болып отыр. Демек бізде прогрессияның айырымы оң сан болғандықтан бізде өспелі болды. Егер арифметикалық қай уақытта кеммел болады, ол дегеніміз теріс сан болса, яғни d-мыз бізде минус 3 болды, сонда демек кеміп отыр. Қараңыздар, 23, 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2. Яғни 23-тен минус 3-ті қосатын болсақ, 20 болады. 20-ға минус 3-ті қосатын болсақ, 17. 17-ге минус 3-ті қосатын болсақ, 14. Яғни өспелі және кеммел деп арифметикалық прогрессия 2-ке бөлінеді. Енді демек, қалған мына формулаларды біз есеп шығару барысында түсінетін боламыз. Алдымызда тұрған 4 формула, яғни негізгі 4 формулалар. Осыларды қазір есеп барысында түсінетін боласыздар, анығырақ. Ендеше демек, ең бірінші мысалдан бастайық. Бірінші мысал, арифметикалық прогрессияда a1-міз 2-ке және d-мыз 0,2-ке тең болды. Осы прогрессияның 11-ші мүшесін табыңыз. Мінекей, мұнда бұрышта формуласын беріп қойғанбыз. n тең болады a1 қосылған n-1 көбейтілген d формуласымен шығарылады. a1-міз тең болады 2-ке, яғни бірінші мүшеміз. a1-міз 2-ке тең, d тең болады 0,2-ке берілген. Енді бізде прогрессияның 11-ші мүшесін тап деген. 11-ші мүше дегеніміз қандай мүше? 11-ші мүшесі дегеніміз a11. Түсінікті ме? a11-ді қалай табамыз? Мына формула арқылы. Экранда тұрған мына формула арқылы. Демек сонда n-нің орнына мен 11-ді қоям. Сонда a11 ары қарай формуланы жазып шығатын болсам, a1 дегеніміз нешеге тең? Бірінші формуланы жазып алсайын. a1 қосылған d n-1. Мына жерде n. Формула осы. Демек мен n-нің орнына 11-ді қойып шығам. Себебі 11-ші мүшесін тауып жатырмық. a11 тең болады. a1-дің орнына
2-ге тең А1-іміз 2 қосылған d дегеніміз 0,2-ге тең. 0,2-ні қойдық d-ның орнына. n-1. n-іміз нешеге тең? 11-ге тең. Мінекей n дегеннің орнына 11-ге тең. Демек 11-ді қойсам 11 азайтылған 1-ді береді. Түсінікті ме? Сонда демек А11 тең болады 2 қосылған 0,2 көбейтілген 11-ден 1-ді азайтатын болсақ 10-ды береді. Сонда демек А11-іміз бізде есептің жауабы 0,2 мен 10-ды көбейтетін болсақ 2-ге тең. Ол дегеніміз 2 мен 2-ні қосатын болсақ 4-ге тең болады. Демек бізде 11-ші мүшесіміз бізде 4-ге тең екен. Яғни мына формула осыған арналған. Осындай кез келген бір мүшелерін табуға арналған. Бірінші мүшесі арқылы және n-ді берілсе. Осылай табамыз. Келесі екінші мысалға қарайық. Арифметикалық прогрессияда А5-іміз 10-ға тең және А29 14,8-ге тең. Сонда осы прогрессияның айырымын табыңыз дейді. Айырымы дегеніміз не еді? Бізде d жаңа белгіленген болатын d. Тек бізде қараңыздар, 5-ші мүшесі берілген және 29-ші мүшесі берілген только. А 1-ші мүшесі олар берілмеген мысалы. Онда демек қалай табамыз? Оны біз мұнда тұрған бұрыштағы формула арқылы табамыз. d тең болады an азайтылған ak бөлшектің бөлімінде n минус k болады. Сонда демек қараңыздар, мұнда біз былай жазамыз. Ең бастысы үлкен санды бірінші жазған ыңғайлырақ болады. Себебі минус таңба деген шықпайды. Сонда демек d тең болады an деген мұнда қараңыздар 29 A29 мүшесі A29 тең болады 14-те 8. Оны біз an деп алсақ. Түсінікті ме? n-іміз сонда 29-ға тең. Сонда осы жерден табылатын бізде n-іміз 29-ға. Себебі неліктен? Мұнда A29 деп тұр. Келесі A5 тең болады 10 дегеніміз. Оны біз AK деп есептейміз. Формулаға қоятын болсақ, AK деп есептейміз. Мұнда K-мыз бізде нешеге тең? 5-ге тең болады екен. Енді демек формулаға қоятын болсам, n дегеніміз бізде 14-те 8-ге тең. 14-те 8 азайтылған AK. AK-мыз нешеге тең? 10-ға тең. Бөлшектің бөлімінде n минус k. n-іміз, мұнда k-мыз. Сонда 29 азайтылған 5-ке. 14-те 8-ден 10-ды азайтатын болсақ, 4,8-ге тең. 29-дан 5-ді азайтатын болсақ, 24-ке тең болады. Демек 4,8 бен 24-ті бөлетін болсақ, 0,2-ге тең болады екен. Демек осылай есептің жауабы шықты. Есептің жауабы демек d дегеніміз 0,2-ге тең екен. d-мыз табылды. Келесі есеп. Үшінші есеп. Арифметикалық прогрессияда А9-ымыз тең болады минус 24-ке. d тең болады минус 3-ке. Осы прогрессияның 19-ші мүшесін табыңыз деген. А9 тең минус 24. А9 тең болады минус 24 жазып қойып, және d-мызды жазып қоятын болсақ, d тең минус 3-ке. Енді демек осы арқылы мен формуланы жазып қойсам. an формула бұрышта берілген. AK қосылған n минус k көбейтілген d. Түсінікті ме? Енді қараңыздар. Прогрессияның 19-ші мүшесін табыңыз деген. 19-ші мүше дегеніміз қай мүше? Бізде A19-ші мүшені тап деп тұр. 19-ші мүше деген A19. Түсінікті ме? Сонда демек табатын болсақ, an-ның орнына A19 қойсам, 19-ші мүшесін табу керек қой бізге формула бойынша. AK деген, қараңыздар, AK деп біз нені белгілейміз? Мұнда тұрған A9 көбейтілген минус 24-ті мен AK деп белгілеймін. Сонда демек AK-ның орнына мен минус 24-ті қоямын. Минус 24 қосылған n минус k деген. n-іміз нешеге тең? Формула бойынша n-іміз 19-ға тең. Сонда жақшаның ішінде 19 минус k. K-мыз нешеге тең? K дегеніміз 9-ға тең. Мінекей, онда. Себебі AK-мыз минус 24-ге тең болса, K-мыз 9-ға тең болады. Сонда демек көбейтілген d дегеніміз бастапқы берілген бойынша берілген минус 3-ке. Демек A19 табатын болсақ, A19 тең болады. Минус 24 тең болады. Мұнда 19-дан 9-ды азайтатын болсақ, 10-ды береді. 10 көбейтілген минус 3.
10-ды минус 3-ке бөлетін болсақ минус 30, минус 30-ге минус 24 бізде минус 54-ті береді екен. Есебіміз шықты, демек есептің жауабы минус 54-ке тең екен. Келесі есеп қарайық. Төртінші есеп, арифметикалық прогрессияда А1-міз тең болады 2-ке, Д-міз 0,5-ке, А-н 6-ға тең. Осы прогрессияның мүшелерінің саны табыңыз. Осы прогрессияның мүшелерінің саны дегенімізде, онда демек, ол дегеніміз қараңыздар. N-ді тап деп отыр бізде. Жаңағы бастапқыда А19 таптық, немесе бір белгілі бір мүшелерін таптық қой. Енді бізде қараңыздар, осы прогрессияның мүшелерінің саны, яғни N-ді тап деп отыр. Демек, жазатын болсам, А1 тең болады 2-ге, Д тең болады 0,5-ке, А-н тең болады 6-ға. Енді демек, формула қалай бізде? Формула бойынша А-н тең болады А1 қосылған Д-н-1. Мінекей, бұрыштағы формула. Д-ны бірінші жазсақ та болады, соңына жазсақ болады, өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жаза бересіздер. Ең бастысы көбейтіліп отыр жақшаға. Енді қараңыздар, мүшелер санын табайық. Сонда демек, n-ді табуымыз керек. Осы формуланы қолдана отырып табамыз. Яғни, осы есепте біз осы формуланы қолдана отырып табатын болсақ, А-німіз 6-ға тең. Сонда 6-ны жазсам формула бойынша. А-нің орнына мұнда апарып қоямын. 6 тең болады. А1-дің орнына мұнда апарып қойсам. 2 қосылған. Д-мыз 0,5-ке тең. Жақшаның ішінде n-1. Енді мұнда теңдеу болады, кәдімгі теңдеу, n-ді табу керек. Теңдеу бойынша 2-ні мына жаққа өткіземіз. Теңдеудің сол жағына. Сонда 6 минус 2 тең болады 0,5 көбейтілген. Мұнда жақшаны аш жеретін болсам 0,5 n азайтылған 0,5-ке. 6 мен 2-ні азайтатын болсақ 4-ке тең. 0,5 n минус 0,5. Мұнда 0,5-ті мына жаққа өткіземіз. 4 қосылған 0,5 тең болады 0,5 n-ге. Сонда демек бізде 0,5 n-іміз тең болады 4,5-ға екен. n-ді қалай табамыз? 4,5 бөлінген 0,5. Осы теңдеу бойынша. 4,5-ды 0,5-ке бөлетін болсақ, бізге нешені береді? 9-ды береді екен. Есеп шықты. Жалпы осы, ешқандай қиындығы жоқ. Прогрессияның 4-ші есебіне келдік. Келесі бізде 5-ші есепке өтейік. 5-ші есеп, арифметикалық прогрессияның алғашқы 10 мүшесінің қосындысын табыңыз дейді. Алғашқы 10 мүшесінің қосындысы дегеніміз нені береді? Яғни бізде алғашқы 10 мүшесі дегеніміз S5 қой. Түсінікті ме? Яғни S5 деген тап деген. Ол дегеніміз алғашқы 5 мүшесінің қосындысы дегеніміз былай мінекей. Қараңыздар, түсіндірейін. Мысалға тізбек беріледі. 1, одан кейін 3, одан кейін 5, одан кейін 2 қосылып отыр ғой, яғни 7, одан кейін 9, одан кейін 10, 11 мұнда 13. Яғни бізде не істеп отыр? 2 қосылып отыр. 2 қосылып тізбек кетіп бара жатыр. Арифметикалық прогрессия. Енді алғашқы 10 мүше, мысалға осының бізде былай берілсін. Алғашқы 5 мүшесінің қосындысы. Мұнда алғашқы 10 мүшесі деген ғой. Егер алғашқы 5 мүшесінің қосындысын тап десе осының. Ол қалай болады? Ол дегеніміз мінекей былай. Мұнда А1-ші мүше, мұнда А2-ші мүше, мұнда А3, мұнда А4, мұнда А5. Яғни А5-іміз 9-ға, А4-іміз 7-ге. Дәл солай А3-іміз 5-ге, А2-іміз 3-ге, А1-іміз 1-ге тең болған. Енді бізде сонда алғашқы 5 мүшесінің қосындысы дегеніміз осылардың барлығын табасын. Қосу ғой. Сонда демек 1 қосылған 3, қосылған 5, қосылған 7, қосылған 9. Сонда осыны тап деген сөз бізде. Түсінікті ме? 9 мен 1-ді қосатын 10, мұнда 10, бұл дегеніміз 25-ке тең болады. Түсінікті ме? Осындайды біз қысқаша формуламен осылай тапсақ болады. Мінекей осының формуласын бізде беріп қойған. Яғни ғалымдарымыз тауып, іздеп осындай формуланы беріп қойған. Бастысы осы формуланы қолдану. Яғни біз сіздерге мен не айтып отырмын? Алғашқы 10 мүшесінің қосындысы дегеніміз осындай тізбектің алғашқы мысалы 5 мүшесі десе, 5 мүшесінің қосқандағы өрнекті айтып отырмын. Яғни түсініктеме беріп отырмын. Енді демек, мына есепке көшетін болсақ, табайық. Минус 44, минус 38, минус 32 берілген. Онда демек, бұнда қараңыздар, тізбекті жазып алайын. Мұндағы минус 44 дегеніміз бірінші мүшесі,
минус 38 дегеніміз екінші мүшесі, минус 32 дегеніміз үшінші мүшесі ғой. Түсінікті, иә? Олымыз белгілі. Сонда демек жазып шығайын. А1-міз демек бізде минус 44-ке тең екен, бірінші мүшеміз. А2-міз бізде минус 38-ге тең екен. А3-ші мүшеміз бізде минус 32-ке тең екен. Демек, мүшелердің саны белгілі болды. Yani тізбектердің мүшелерінің саны белгілі болды. Енді демек, осы арқылы мен енді d-ны табатын болсақ, d-ның формуласы қалай берілген еді? d дегеніміз А2 минус А1-ге тең. Яғни бізде, яғни бастапқы мүшемен соңғы мысалға екеуінің, мысалға мұнда А2 берілсе, мұнда 1 берілсе, алғашқы мүшемен екінші келесі мүшенің айырмасы. Ол дегеніміз сонда А2-міз бізде d-ны табысақ осы формуламен, мұндағыларды өшіре тұрайын. Велосипед үшін. А2 дегеніміз нешеге тең? Бізде формула бойынша минус 38 азайтылған минус 44. Сонда мұнда минус пен минус плюсті береді. 44-тен 38 азайтатын болсақ 6-ға тең. Демек, d-мыз табылды, d-мыз бізде 6-ға тең екен. Мұнда жазып қояйын. Бізде табылған өрнек d. d тең 6-ға. Енді бізде не жетіспейді? Мұнда барлығы табылды. Енді формулаға салсақ болады. Түсінікті ме? Барлығы табылып болған болатын. S бізде не дейді? Алғашқы 10 мүшесі. S10. Демек, алғашқы 10 десе, 10 мүшесі десе, біз S10 де есептейміз. N-нің орнына 10-ды қоямыз. Сонда формула бойынша 2 көбейтілген A1. A1-мыз минус 44-ке тең. Тізбек бойынша минус 44-ке тең. Қосылған N минус 1. N-нің орнына неше деп қоямыз? 10-ды қоямыз. N минус, себебі 10 мүшесі дедік. N минус 1, 10 минус 1 көбейтілген d-мыз 6-ға тең. Формула бойынша таптық, 6-ға тең болды. Енді ары қарай бөлінген 2 көбейтілген 10. Енді қараңыздар, мұнда 10 мен 2 қысқарады, 5 қалады. Және сонда есептің жауабы табатын болсақ, 2 мен минус 44-ті көбейтсек, минус 88-ді береді. 10-нан 1-ді азайтатын болсақ, 9, 9 көбейтілген 6, 54-ті береді. Қосылған 54. Және бұны жақшаң алдында аламыз, көбейтілген 5. Мұна 5-ті бізде мұнаның полный көбейтіндісі, түсінікті ме? Жақшаң ішінде. Тек 6-ға ғана көбейт қойып отпаймыз, мына бүкіліне көбейтеміз. Соны қателеспеу керек. Міндетті түрде қателеспеу шарт. Минус 84-тен қосамыз 54, көбейтілген 5, ол дегеніміз минус 170-ті береді. Келесі 6-шы есеп, минус 5 пен 7 сандарының арасында осы сандармен бірге арифметикалық прогрессияны құрайтын 3 сан орналастырыңыз. Осы прогрессияның айырымын табыңыз дейді. Демек, қалай бұл дегеніміз қалай түсіндіріп тұр? Минус 5, келесі А2-ші мүшеміз, мынау А3-ші мүшеміз, А4-ші мүшеміз, және 7 болады. Мына жерде түсіндіңіздер ме? Қараңыздар. Бізде арасында 3 сан орналастырыңыз деді. Демек, ол 3 сан дегеніміз А2, А3, А4 деген прогрессия мүшелері. Яғни, демек бізде сонда белгілі А1-ші мүшеміз, мұндағы А1 тең болады. Минус 5-ке. Және соңғы бізде 5-ші мүшемізді бізде мұнда беріп отыр екен. А5-ші мүшеміз 7-ге тең, А1-ші мүшеміз минус 5-ке. А2, А3, А4-ті, яғни айтпай отыр. Демек, осы прогрессияның айырымын табыңыз дейді. D-ны тап деп тұр. D дегеніміз нешеге тең? D-ны табайық. D дегенімізді келесі бір формуласы бар. Бізде D тең болады AN минус AK бөлімінде N минус K. Сонда демек, осы формулаға салатын болсам, мұнда қараңыздар, AN дегеніміз A5-ке тең. A5-ті мен AN деп алайын, A1-ді мен AK деп алайын. Сонда демек, A5-ті AN деп алатын болсам, оның орнына 7 қоямын, AN-нің орнына азайтылған AK, қараңыздар, AK, ол дегеніміздің орнына минус 5-ті қоямын. Азайтылған минус 5. Ал бөлшектің бөлімінде N минус K. N-міз мұнда 5-ке тең, K-мыз 1-ге тең. Сонда 5 азайтылған 1. Демек, 7 азайтылған минус 5 қосылады екеуі, 12-ні береді, ал бөлшектің бөлімінде 4. 12-ні 4-ке бөлетін болсақ, есептің жауабы 3 болады екен. Есебіміз шықты, есептің жауабы 3-ке тең. Келесі есеп қарайық, D-мыз табылды. Арифметикалық прогрессияның жалпы мүшесін табыңыз дейді. 6, 1, 11, 16, 21 берілген. Енді бізде жалпы мүшесінің
жалпы мүшесін тап дейді, яғни формуласын жаз дейді. Жаңағыдай бізді ең біріншісінде сандар тізбегін талқыладық қой. Сонда біз не істедік? Формула берілді, яғни IN деген беріледі. Соның орнына n-нің орнына 1, 2, 3-ті қойып отырдық. Демек, мұнда соны тап дейді. Мысалы, қараңыздар. Мұнда формула бойынша былай жазайын. Мынауымыз A1-ге тең, мына екінші мүшеміз A2, мынау үшінші мүшеміз, мынау төртінші мүшеміз. Белгілі, иә? Енді бізде мына формулаға қарап шығаратын болсақ, IN тең болады. A1-дің орнына неше қоямын? 6 қоямын. Себебі A1-мыз бізде 6-ға тең. Тізбек бойынша. Қосылған n-1 деп қойсам, d-мыз табайық. D деген нешеге тең? D тең болады бізде A2 минус A1-ге. Екінші мүшесінен бір бастапқы мүшесін алып отырамыз, яғни формула бойынша. Немесе 16-тан 11-ді азайтсақ, яғни мына жерде нешеге артып отыр, соны білсек болды. Бізде бастысы сол. Яғни нешеге артып отыр? Сонда A2 дегеніміз 11-ге тең, A1 дегеніміз 6-ға тең. 11-ден 6-ны азайтатын болсақ, 5-ге тең. Яғни көзбен де сразу айтсақ болады. D-ны бізде қараңыздар. 6, 11, 16, 21. Неше қосылып отыр? 5 қосылып отыр ғой. 5 қоссақ 11 болады. 11-ге нешен қоссақ 16 болады. 5-ті қоссақ 5. Демек, бірден сразу айтсақ та болады. D-мыз бізде 5-ге тең деп. Сонда мен формуланың орнына 5-ті жазам, мұнда D-ның орнына 5. Ары қарай сонда IN тең болады. Формуланы ашып жазатын болсам, 6 қосылған 5. 5-ен минус 5-ке тең болады. Сонда IN тең болады. Мұнда екеуі 5-ен қосылған 1-ді береді. Есебіміз шықты. Демек, арифметикалық прогрессияның жалпы мүшесі бізде мынаған тең екен. Формуласы IN тең 5-ен плюс 1-ге. Жалпы мүшесі дегеніміз осы. Жалпы мүшесі дегеніміз формуласы. Жаңа бастапқыдағыдай тізбектің. Келесі, арифметикалық прогрессияда A1 тең 0,2 және A10 тең 2-ге тең болса, онда S30-ды табыңыз дейді. Мұнда ең алдымен ескеретін жайт былай. Бастапқы формуланы еске түсірсек, D тең болады не? AK минус IN. Бөлшектің бөлімінде K минус N. Осы арқылы табатын болсам, қараңыздар. A1 тең болады 0,2-ге және A10 тең болады 2-ге. Бізде S30-ды тап дейді. S30-ды біз мына формуламен табамыз. Бұрыштағы. Бірінші біз D-ны тауып алу керек. Бұл формулаға салмас бұрын бізде D-ны жетіспейді, яғни D-ны табуымыз қажет. Сондықтан D-ны A1 және A10 арқылы табатын болсам. A1-ді бізде қараңыздар. Мұнда былай белгілейін. A1-ді мен AN деп белгілейін, A10-ды мен AK деп белгілейін. Сонда бізде K-мыз нешеге тең? 10-ға тең. Мұнда N-іміз мына формула бойынша 1-ге тең. Демек, осы арқылы табатын болсам, D-ны D тең болады AK минус IN. AK минус IN, сонда 2 минус 0,2. K-мыз 10-ға тең. Азайтылған 1. 2-ден 0,2-ні азайтатын болсам, 1,8 береді. Бөлшектің бөлімінде 9. 1,8-ді 9-ға бөлетін болсақ, 0,2-ге тең. Келесі, S енді бізде D-мыз табылды. D тең 0,2. Енді S-ді формуласын қолданып шығарсақ болады. S30, сонда қалай болады? Мына формула бойынша қолданамыз. Бұрыштағы 2 көбейтілген A1. A1-міз 0,2-ге тең екен. 2 көбейтілген 0,2 қосылған. Жақшаның ішінде N-1, яғни 30 минус 1. Көбейтілген D. D дегеніміз 0,2-ге тең. Бөлшектің бөлімінде 2 қоямыз. N-іміз нешеге тең? 30. Себеп S30 тауып жатырмыз. N деген осы жерде 30-ға тең. Енді қысқарады. 2 мен 30 қысқарсақ 15 қалады. Мұнда сонда қалатыны 0,4 қосылған. 30-дан 1-ді азайтатын болсақ 29. 29-дан 0,2-ге көбейтем. 29 көбейтілген 0,2. Жақшаның сыртында бізде 15. Осыны есептейтін болсақ, бізде 93-ге тең болады. Есеп шықты. Демек, S30 дегеніміз 93-ге тең екен. Келесі, 9-шы есеп, арифметикалық прогрессияда A3-іміз 8-ге тең, A4-іміз 5-ге тең, және N-іміз 28-ге тең. Осы прогрессияның мүшелерінің санын табыңыз дейді. Қалай табамыз? N 28-ге тең. Осы прогрессияда мүшелерінің саны. Мүшелерінің саны дегеніміз қалай еді?
Ол дегеніміз мінекей n-ді тауып деп отыр. Демек бізде. Түсінікті ме? Яғни n-ді қалай табамыз? Ол үшін бірінші берілгенін жазып алайын. Берілгені A3 тең болады 8-ге, A4 тең болады 5-ге, SN тең болады 28-ге. D-ны тауып ала салайық бірден осы жерден. D-ның формуласы қалай? D тең болады A4 азайтылған A3. Яғни белгі бір мүшесімен содан кейінгі мүшесін азайта саламыз. Одан алдындағы мүшесін азайтамыз. Сонда демек A4-іміз 5-ге тең, азайтылған A3 8-ге. 5-тен 8 азайтатын болсақ, минус 3-ге тең болады. D-мыз сонда демек D-ны жазып қойып, мұнда D-мыз табылды. D тең минус 3-ге тең екен. Енді нені табамыз? Келесі табатын шарт AN. Мұндағы мына формуланы қолдана отырып, A1-ді табатын болсақ. Түсінікті ме? A1-ді табайық, сонда демек. Мінекей, мен былай жазсам. A4 тең болады. Мынаны біз жіктеп жазамыз. Қараңыздар, мына формуланы пайдалана отырып, мына өрнек жіктеп жазатын болсам, онда демек A4 тең болады. A1 қосылған Dn-1. D, яғни n-1 көбейтілген D. Сонда A4 тең болады. Ары қарай жалғастырайық осы формуланы. A1 қосылған n-нің орнына нешені қоямын? 4 апарып қоямын, себебі n-іміз бізде 4-ке тең. Сонда 4 азайтылған 1. 4 азайтылған 1 көбейтілген D. Мен осы 4 азайтылған 1-ді бірден жазайын. Сонда демек 3 D-ға тең болады. n-нің орнына 4 қойдық, азайтсақ 1, 3 D-ға. Демек A4 дегеніміз бізде мына формулаға тең болады екен. A4 тең болады A1 қосылған 3 D-ға. Енді демек қараңыздар. A4-іміздің орнына 5 қоятын болсам, себебі 5-ке тең, 5 тең болады. Жасылмен жазайын. A1-іміз нешеге тең? A1-іміз әлі белгісіз. Қоя тұрайық. Қосылған 3 көбейтілген D. D-мыз бізде минус 3-ке тең екен. Сонда демек 3 пен минус 3-ті көбейтетін болсақ, 5 тең болады A1, азайтылған 9. A1 табатын болсам, ол дегеніміз мұнда теңдіктің сол жағына өтеді. Демек A1-іміз 14-ке тең екен. Есеп шықты. A1 тең 14-ке. Мына жерге жазып қойып, қатар тапқан жерлерімізге A1 тең болады 14-ке. Келесі енді. Келесі соңғы амал осы прогрессияның мүшелерінің саны. Енді мүшелерінің санын мына формуламен табамыз. SN тең болады 2A1 қосылған Dn-1 бөлінген 2 көбейтілген n деген формуламен табамыз. SN-іміз мұнда барлығы белгілі, біздер жазып қойдық. SN-іміз нешеге тең? Формула бойынша 28-ге тең болады 2A1. 2 көбейтілген A1. A1-ымыз 14-ке тең. Формула тапқанымыз бойынша қосылған D көбейтілген n-1 дейді. D-мыз нешеге тең? Минус 3-ке тең екен. Плюстың орнына минус 3 жазамыз. Сонда n-1 бөлімінде 2 көбейтілген n. N-імізді осы арқылы табамыз, осы формуламен. Сонда демек, олай істесем мен, мына 2-ні бөлшектің мына бетіне көбейтінді болып өтеді, яғни пропорция амалымен. 28-ге 2-ні көбейтетін болсам, 56-ны береді. 2 мен 14-ті көбейтетін болсам, 28 береді. Азайтылған 3-ен азайтылған 1. Және осының барлығының сыртында көбейтілген n. Мінекей мына n. Түсінікті ме? Сонда демек 56 тең болады 28n. Мына жақшаны бірден ашып жазып жатырмын мен. Азайтылған 3n квадрат қосылған 3n-ді береді. Мен бірден жақшаны ашып жаздым мына өрнектен. Сонда демек бұл дегеніміз дискриминантқа келіп отыр. 3n квадрат азайтылған 31n, себебі 28 мен 3-ті қосатын болсақ 31n береді. Азайтылған 56. Енді ары қарай демек осы жерден n табатын болсақ, n біріміз
бірінші мүшеміз нешеге тең болады? Я дискриминантпен сіздер шығарасыздар. Мен n1 мен n2-міз негізінен 7 бөлінген 3-ке тең болады. Мұнда сыймайды, сондықтан бірден жазып жатырмын мен. n1 мен n2-міз 8 және 7 бөлінген 3-ке тең болады. Енді қараңыздар, n1, n2, 8 және 7 бөлінген 3. Осының қайсысын аламыз? Екі n-деріміз табылды. Осы екеуінің қайсысын аламыз енді? Бізде мұнда 7 бөлінген 3-міз бөлшек сан, себебі бізде қараңыздар, тізбектерді қарасаңыздар 3-ке артып отыр. Яғни бізде n-міз мұнда бөлшек емес. n-міз бөлшек болмайды, тек қана натурал сандар қабылдайды n-міз. Сондықтан тек қана біз 8-ді алады екенбіз. Демек, осы прогрессияның мүшелерінің саны 8-ге тең екен. Мұнда тұрған n-міз демек 8-ге тең. Есеп шықты. Келесі 13-ші есеп, арифметикалық прогрессияның алғашқы теріс мүшесін табыңыз дейді. Бірінші жазып алатын болсақ, 113, мұнда 113 дегенбіз. Бірінші мүшесі, а бірінші мүшесі бізге 113-қа тең. А екінші мүшесі 106-ға тең. А үшінші мүшесі 99-ға тең. Осы арқылы d-ні тауып алатын болсақ, d-ні табуға болады, себебі А2 минус А1 деп. Сонда демек, ол дегеніміз нешеге тең болады? 106 азайтылған 113-ке. 106-тан 113-ті азайтатын болсам, минус 7-ні береді. d-мыз демек минус 7-ге тең екен. Келесі енді не істейміз? Бізде алғашқы теріс мүшесін табыңыз дейді. Алғашқы теріс мүшесі дегеніміз қалай? Осы кетеді. Яғни, бұл дегеніміз кеммелі арифметикалық прогрессия. Қарасаңыздар, мінеке, минус 7-ге кемі жатыр. Түсінікті ме? 113 болды, одан кейін 106, минус 7-ге кем. Ең теріс мүшесі қандай болады? Қандай цифр болады? Соны табуымыз қажет. Оны қалай табамыз? Мына формула арқылы табатын боламыз оны. Сонда демек, n тең болады. А1-дің орнына 113 қойсам, 113 қосылған n-1 көбейтілген d деген орнына минус 7-ні қойсам. Енді демек, осыны ары қарай жіктейтін болсам, n тең болады. 113 қосылған, мұнда минус 7-ні көбейтетін болсам, минус 7n қосылған 7, ары қарай n тең болады. 113-ке 7-ні қосатын болсам, 120 минус 7n-ді береді. Енді қараңыздар, осыны біз кіші 0-ден деп аламыз. Түсінікті ме? Және n тең болады деген өшіріп алсақ, өшіріп тастасақ, сонда демек нешені береді? Теңсіздікті табайық осы жерден. Минус 7n кіші минус 120-ға n табатын болсақ, n үлкен болады 120 бөлінген 7-ге. 120-ны 7-ге бөлетін болсақ, 14,10-нан қазір бөліп көрейік. 120-ны 7-ге бөлетін болсақ, нешені береді? 17-те 4-ті береді екен. 17-те 1-ге тең, 17-те 1. Демек, қараңыздар, осы жерден теңсіздік қойдық, кіші 0-ден деп қойдық. Неліктен бізде теріс сан болғандықтан, теріс сан табу үшін бізде кіші 0-ден дедік. Демек, 17-те 1 шықты. Енді қараңыздар, осы жерде тұрамызда, енді 17-те 1, осыдан кейінгі кіші үлкен сан қалай бізде? 17-те 1, одан кейінгісі 18, одан кейін 19, 20. Яғни натурал сандарды жазамыз. Сонда ең кіші бізде осыдан кейінгі сан 18-ге тең. Демек, біз алғашқы теріс мүшесі бізде n-міз 18-ге тең екен. Енді демек табатын болса, қараңыздар, a18 бізде нешеге тең болады? Орындарына қойып көрсек, a1-міз 113-ке тең, қосылған n-1, яғни n-нің орнына 18-ді қоям. 18-ден 1-ді азайтатын болсам, 17-ді береді, тең болады. Ары қарай мұнда жазайын, симай қалды. Тең болады 113 қосылған 17 көбейтілген d-нің орнына минус 7-ні қойсам. 17-ні 7-ге көбейтетін болсақ неше болады? 119-ді береді. Демек, 113 азайтылған 119 тең болады минус 6-ға екен.
демек бізде мына прогрессияның алғашқы теріс мүшесі минус 6-ға тең болады екен. Осындай есептер келіп жатса, осындай формамен шығаратын боласыздар. Яғни кіші нөлден деп аламыз. Ол тапқан саннан кейінгі, мысалға теңсіздік табылады 17-1, осыдан кейінгі санды қабылданамыз. Түсінді ме? 17-1ден кейінгі натурал сан 18, демек n-іміз 18 деп аламыз. Өстіп тапсаңыздар болады. Келесі 11-ші есеп қарайық. Арифметикалық прогрессияның алғашқы 11 мүшесінің қосындысы 242-ке, ал 5 мүшесінің қосындысы 65-ке тең. Осы прогрессияның айырымын табыңыз дейді. Алғашқы 11 мүшесінің қосындысы S11 тең болады 242-ге. Алғашқы 5 мүшесі қосындысы S5-іміз 65-ке тең деп отыр. Осы прогрессияның айырымын табыңыз дейді. Бұл прогрессияны былай шығарсақ болады. Мына формуланы қолдана отырып, екі жүйе қосамыз. Сонда демек. Қараңыздар. 242. Мына формула арқылы жазатын болсам. Қараңыздар, орындарында SN-нің орнында 242-ні жазам, S11 жазып жатырмын. Сонда 2 көбейтілген A1 қосылған N-1. N-іміз нешеге тең? 11-ге. 11 азайтылған 1 бізде 10-ды береді. Көбейтілген D. Көбейтілген ең соңында n-іміз мұндағы өрнекке 11-ді қойсақ. Бөлінген 2. Ал келесі тағы да жүйе қып, S5-іміз жазсақ, дәл осылай. S5-іміз 65-ке тең. Ол дегеніміз 2 көбейтілген A1-ді береді. Қосылған n-1. N-1 қараңыздар. Мұнда тұр. Сонда демек 5 азайтылған 1 болады. Мұндағы n-іміз 5-ке тең. 5 азайтылған 1 4-ді береді. Бөлінген 2 көбейтілген 5. n-нің орнына 5-ті қойдық. Енді қараңыздар, жүйе таптық, шығарып алдық жүйені. Енді осы жүйені біз тағы да ақшамдайтын болсақ. Былай істесек. 242-ке 2-ні көбейтіп, мына 11-ді бөліп жіберетін болсам. Немесе мына 2-ні 11-ге көбейтіп, 242-ке бөлетін болсам, нешені береді? Былай істеймін. 2-ні мынаған көбейтеміз, ең соңында 11-ге бөлеміз. 242-ні 2-ге көбейтетін болсақ, 484-ті береді. 484-ті 11-ге бөлетін болсам, бізде неше тең болады? 44-ке тең болады екен. Сонда 44 тең болады бізде 2A1 қосылған 10-ды. Түсінді ме? Келесі мына 2-ні 65-ге көбейтем. 65-ге 2-ні көбейтетін болсам, 130-ды береді. 5-ке бөлетін болсам, 130-ды 26-ға тең. 26 тең болады 2A1 қосылған 4-ды. Бұл жерде тауып атқанымыз, қараңыздар, осы прогрессияның айырымын тап дейді. Яғни d-ны тауып атық. Түсінді ме? Бізде мақсатымыз d-ны табу осы формула арқылы. Демек қараңыздар. Екі жүйе табылды. Біріншісі жазып қойайық. 2A1 қосылған 10-ды тең болады 44 дедік. Келесі екінші жүйеміз 2A1 қосылған 4-ді тең болады 26 дедік. Енді екеуінде азайтатын болсақ, ал үстіңгісі мен астыңғысын азайтатын болсақ, екеуінде азайтайық. 2A1 мен 2A1 екеуі кетеді, қысқарады. 10-ды азайтылған 4-ті тең болады 44 азайтылған 25. Сонда 10-ды мен 4-ді азайтатын болсам, 6-ды береді. 44-тен 25-ті азайтатын болсақ, нешеге тең болады? 5, 14, демек 19 береді. D-ны табатын болсақ, 19 бөлінген 6 тең болады. Бізде мұнда 25 емес 26 екен ғой. Қателесіп кетіппіз. Мұнда 26. Сонда бізде 44-тен 26-ны азайтатын болсақ, 18-ді береді. 18 бөлінген 6 бізде d-мыз 3-ке тең болады. Сол кезде есеп шықты. Демек, d-мыз бізде есептің жауабы бойынша 3-ке тең. Яғни осы жүйе арқылы да есептерді шығаруға болады. Егер осында n берілсе, 12-ші есеп, x-ің қандай мәнінде 1 плюс x, x квадрат қосылған 4, 2x қосылған 9 сандары арифметикалық прогрессияны құрайды. Яғни x-ның орнына қандай бір белгілі бір санды қойған кезде прогрессияны құрайды. Яғни 1, 3, 5 деген секілді бір белгілі бір прогрессияны құрайды. Тізбекті. Ол үшін қалай табамыз? Ең алдымен былай жазсақ. 1 қосылған x және x квадрат қосылған 4 және
2х қосылған 9-ды жазып алсам. Енді демек бізде мына бірінші өрнегіміз бізде А1-ді беріп отыр. Мынауымыз А2-ні, ал мына өрнегіміз бізде белгілі А3-ті беріп отыр, иә. Енді қараңыздар. Сонда демек мен мынаны А1-ді мына тізбекті мен былай алсам. Болады ғой. А-ның n-1 десем, мынаны А-ның басқа немен жазайын. А-ның n-1 десем, мынаны AN десем, мынаны n+1 десем. Себебі қараңыздар, n-нің орнына 2-ні қоятын болсақ 3-ті береді. Мұнда 2 А2, ал мұнда 2-ні қоятын А1-ді беріп тұр. Яғни осы формула бойынша. Енді біз мына формуланы қолдана отырып x-ті табамыз қазір. Қараңыздар. AN тең болады AN-1 қосылған AN+1 бөлінген 2. AN-іміз нешеге тең бізде? X квадрат қосылған 4-ке тең. Мінекей AN-іміз x квадрат қосылған 4. Сонда жазатын болсам, x жоғарыға x квадрат қосылған 4 тең болады AN-1. AN-1-іміз 1 плюс x-ке тең. 1 плюс x қосылған AN+1. AN+1-іміз 2x қосылған 9-ға тең. Бөлінген 2. Яғни осы формуланы қолданып отырып, біз осыны табатын боламыз. Ары қарай демек жазатын болсам, 2-ні мұнда көбейтіп жіберетін болсам, 2x квадрат қосылған 8 тең болады. X пен мұнда 3x береді, қосылған 10. 9 бен 1-ді қоссақ 10-ды береді. Сонда 2x квадрат минус 3x минус 2 тең болады 0-ге. Мұнда x1, x2-ні табатын болсам, x1-іміз, яғни квадрат теңдеумен табасыздар, минус 2-ден 1-ге тең, x2-іміз бізде мұнда 2-ге тең. Яғни x1 мен x2-іміз табылды, минус 2-ден 1 және 2-ге. Енді 2 бізде мән табылды. Екеуін тексеріп көрейік. Қайсысы, яғни жатады немесе жатпайды? Арифметикалық прогрессия құрай ма әлде құрамай ма? Біріншісі бізде x1-імізді қойып тексеріп көрейік. x1-іміз минус 2-ден 1-ге тең болғанда, мұны бастапқы мәнге апарып қоямын. Сонда 1 қосылған минус 2-ден 1 келесі x квадрат дейді. Минус 2-ден 1-дің квадраты қосылған 4 келесі 2 көбейтілген минус 2-ден 1 қосылған 9. Яғни енді қараңыздар, 1 мен минус 2-ден 1-ді қосатын болсақ, мұнда 2-ден 1-ді береді. Келесі тізбек 2-ден 1-дің квадраты, яғни 4-ден 1, 4-ден 1 қосылған 4, ол дегеніміз нешеге тең болады? 4/100-ден 25-ке. Келесі, мұнан 2-ден 1 мен 0/5 деп жаза салайын. 1-ден 2 көбейтілген минус 2-ден 1, мұнда 2 мен 2 қысқарады, минус 1 қосылған, ол дегеніміз 8-ді береді. Енді қараңыздар, мынау тізбекті құрай ма арифметикалық тізбекті? 0/5-ке нешені қоссақ, 4/100-ден 25 болады. Ол дегеніміз 3/100-ден 75-ті қоссақ, яғни 4/100-ден 25 болады. Келесі 3/100-ден 75-ті тағы да 4/100-ден 25-ке қосатын болсақ, 8 береді. Яғни мынау прогрессияны құрайды. Демек, мына өрнегіміз жауап болады x1-іміз. Келесі x2-іміз тексеріп көрейік. Қарамен жазайын. x2 тең болғанда 2-ге таптық. Оны тексеріп көрейік. Сонда 1 қосылған 2, келесі тізбегіміз 2-нің квадраты қосылған 4. Яғни мына өрнекті апарып, мұнда қойып жатырмын. Келесі 2 көбейтілген 2 қосылған 9. Сонда 1 мен 2-ні қоссақ 3-ті береді. 2-нің квадраты қосылған 4, 8. 2 мен 2 4 қосылған 9, 13-ті береді. Яғни мұнда прогрессияны құрайды, себебі 5 қосылып отыр. Демек, бұл да есептің жауабы бола алады. x1-іміз минус 2-ден 1 және 2-ге тең екен. Келесі 13-ші есеп. Теңдеуді шешіңіз дейді. X-іміз нешеге тең? Қараңыздар, осындай есептер беріледі. Яғни x тап дейді. Яғни мына жерде бізде қараңыздар, арифметикалық прогрессияны қолданамыз. Түсіндіңіздер ме? Осындай көп нүктелер бар жерде біз негіз көбінесе геометриялық және арифметикалық прогрессияны қолданамыз. X-ті қалай табамыз мына жерде? Былай алсақ бірінші. Мұндағы 1-мізді A1 деп белгілесек, мұндағы 7-міз A2-ге тең, 13-міз A3-ге тең. Сонда x-іміз нешеге тең болды? Бізде AN-ге тең екен. Ал мұнда 280 дегеніміз бізде SN-ге тең. Түсінікті ме? Енді қараңыздар, осыны қолдана отырып табатын болсақ. A1-міз бізде демек 1-ге тең екен. A2-міз нешеге тең? 7-ге тең екен. Теңдеу бойынша. Тізбек қой себебі. Нешеге қосылып отыр? Бізде тізбекте 6 қосылып отыр. Ал 1-ге 6-ны қоссақ 7, 7-ге 6-ны қоссақ 13. Демек, d-ні тауып алатын болсақ, яғни бізде 6 таба салайық сонда да.
А2 минус А1 ол дегеніміз неше болады? 7 азайтылған 1 тең болады 6-ға. Демек, айырмасы бізде 6-ға тең екен. Өрнектің айырмасы 6-ға қосылып отыр. 6-ны қосып отыр. Енді келесі. Бізде SN формуласын қолдана отырып, A1 бізде SN қолдана отырып, N-ді тауып алатын болсақ. SN тең болады 2A1 қосылған dn-1 бөлінген 2 көбейтілген n, я? Енді демек, SN-іміз бізде белгілі. SN-іміз нешеге тең? SN тең болады 280-ге. Неке белгілеген болатынымыз. Сонда демек, 280 тең болады 2 көбейтілген A1. A1-іміз 1-ге тең. Қосылған D. D дегеніміз 6-ға 1-ден жазайын. 6n-1 бөлінген 2 көбейтілген n. Яғни n тауып атырмын мен. N тауып алайық ең алдымен. Сонда демек, мұнда 2 мен 280 екеуін көбейтетін болсақ, 560-ты береді. Тең болады. Ол дегеніміз 2 қосылған. Мұнда жақшаны ашып жіберейін бірден. Жақшаның ішінде 6n-6 сыртында n. Демек, мұна есеп ықшамдайтын болсам, ол дегеніміз. Мұнда жазайық. 560 тең болады 2n қосылған 6n квадрат минус 6n. Енді демек 6n квадрат минус 4n болады. Минус 560 тең болады 0-ге. Мұна квадрат теңдеуді ашып жазатын болсақ, қысқартып, n1, n2-міз бірден сіздер тапсаңыздар болады. n1-міз мұнда табуымыз бойынша бізде 10-ға және n2-міз бізде 28 бөлінген 3-ке тең болады. Енді қараңыздар, мұнда n-міз әрқашан натурал санды қабылдайды. Демек, мұна өрнекті қабылдамаймыз. 28 бөлінген 3 бізде n бола алмайды. Тек қана бізде прогрессия бойынша тек натурал сандар қабылдайды. n дегеніміз. Санауға болатын сандар 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 деген секілді. Санауға болатын сандар. n-міз табылды демек. n-міз 10-ға тең екен. Мұнда жазып қоя солай. Қосып. n тең 10-ға. Енді бізде не табу қажет? X-ті табу қажет. X-мізді біз IN деп белгілеген тұғымыз. IN-нің формуласын жазайық. IN-нің формуласы A1 қосылған dn-1. Сонда IN-нің орнына X-ті қоятын болсам, A1-дің орнына неше қоямыз? 1-ді қоямыз, мінеке. 1 қосылған D-нің орнына 6-ны қоямыз. 6 көбейтілген n-1-дің орнына, n-нің орнына 10-ды қоямыз, яғни 10-1. Сонда деймін, x тең болады 1 қосылған 6-ны 9-ға көбейтетін болсақ, 54, x тең 55-ге екен. Есеп шықты. Демек, мұндағы өрнегіміздің x-тің мәні 55-ге тең екен. 14-ші есеп, соңғы есеп. Өспелі арифметикалық прогрессияның 2-ші мүшесі мен 16-ші мүшесінің қосындысы 52, ал көбейтіндісі 235-ке тең. Осы прогрессияның алғашқы 10 мүшесінің қосындысын табыңыз деген. Яғни алғашқы 10 мүшесінің қосындысы дегенімізде S10-ды тап деп отыр бізге. S10-ды табу керек. Бізде не берілген сонда? Прогрессияның 2-ші мүшесі мен 16-ші мүшесінің қосындысы дейді, арифметикалық прогрессияның. A2 қосылған A16 тең болады бізде 52 деп берілген. Және келесі, және осылардың көбейтіндісі A2 мен A16-ның көбейтіндісі бізде 235-ке тең деген. Демек, сонда қарасаңыздар, A2 қосылған A16 тең болады 52-ке, мынандай болса, демек бізде жүйемен шешетін болсақ, A16-ны тауып алатын болсам, A16 бізде нешеге тең болады? 52 минус A2-ке тең болады. Яғни A2-міз теңдіктің оң жағына өтеді. Енді демек, A16-ны апарып, мұнда апарып қоятын болсам орнына, сонда демек, A2 көбейтілген жақшаның ішінде 52 минус A2 тең болады 235-ке. Сонда демек, ары қарай, мұнда жақшаны ашып жазатын болсам, 52 A2 азайтылған A2-нің квадраты тең болады 235-ке. Енді A2-нің квадраты теңдіктің оң жағына өткізсем барлығын. Сонда минус 52 A2
тең минус қосылған 235 тең болады 0-ге. Яғни квадрат теңдеуге келдік. Мұнда квадрат теңдеу қатты күрделі емес. А2-лерді табатын болса, мұнда 2 жауап шығады. А2-міз біріншісі 5 болады. Келесі екінші жауабымыз А2-міз 47-ге тең болады. 2 А2-леріміз табылды. Енді бастапқы формулаға қойып А16-ны табатын болсақ. А16 бізде 52 азайтылған А2. Сонда демек бізде нешеге тең болады? Осы арқылы біз табатын болсақ, мінекей. А2-міз егер 5-ке тең болғанда, біздің А16-мыз нешеге тең болады? Яғни мына формула арқылы табатын болсам. 52-нің орнына 52 азайтылған А2, яғни 5-ті қоятын болсам, 47-ге тең болады. Келесі А2-м келесіде 47-ге тең болған кезде А16-м нешеге тең болады? А2-нің орнына қоятын болсам, 52 азайтылған 47 5-ке тең болады. Демек, 2 жауап шықты бізде, біріншісі және екіншісі. Енді қайсысын ала аламын мен жауап ретінде? Мынаны аламын ба, әлде мынаны аламын ба? Бізде қараңыздар, өспелі арифметикалық прогрессия деп отыр. Өспелі десе, яғни өсіп жатыр. Демек, қараңыздар, А16 мүшеміз бізде А2 мүшемізден жоғары болу тиіс. Міндетті түрде қараңыз, А16 мүшеміз 47, А2-міз кіші, яғни 5. Ал мұнда қараңыздар, А2 47, А16 кіші. Мұнда демек кеммел болып жатыр. Демек, мұнаны алмаймыз, тек жауап ретінде мұнаны аламыз. Демек, А2 және А16-мыз 5-те 47-ге тең екен. Сонда демек, ары қарай А2 тең болады 5-ке, А16 тең болады 47-ге. Осы жерден енді D арқылы табатын болсам, D-ның формуласын жазайық. D тең болады АК азайтылған АН и К азайтылған N-ға тең. Сонда демек, АК-мыз бізде, қараңыздар, мұнда АК, ал мұнда АН. АК-ның орнына 47-ні қоятын болсам, азайтылған 5, ал К азайтылған 5 дегеніміз 16 азайтылған 2-ке тең. 47-тен 5-ті азайтатын болсам, бізде 42-ке тең болады. 42 бөлінген 14 тең болады 3-ке. Демек, D табылды. D тең болады 3-ке. D-мыз жазбайық жоғары шекемізге. D тең 3-ке. Келесі енді табатын амал. Мына формуланы қолданып болдық. Келесі мына формула арқылы табатын болсақ. Осы арқылы нені табамыз біз? Яғни А1 табуымыз қажет. Сонда демек, қараңыздар, мен мұнаны пайдаланып жазсам. А2 тең болады А1 қосылған D N-1. Яғни N дегеніміз нешеге тең? N-міз 2-ке тең, N-нің орнында 2 тұр. 2-1. Сонда демек, А2 тең болады А1 қосылған 2 мен 1-ді азайтатын 1, демек D қалады. Енді А2-міз бізде 5 қойсаң, А2-нің орнына 5 тең болады А1 қосылған D-ның орнына 3-ті қойсам. Мінекей 3 болады. Сонда А1 табатын болсақ, нешеге тең? А1 бізде есептің жауабы бойынша 3-міз теңдіктің оң жағына өтеді, демек 2-ке тең болады екен. А1-міз табылды, D-мыз табылды. Енді соңғы амал S10-ды тапсақ болады. Оны келесі бетке жазсам. Сонда S10 тең болады. Оның формуласы бізде 2А1 қосылған DN-1 бөлімінде 2 көбейтілген N. Сонда демек, 2 көбейтілген А1-міз нешеге тең? 2-ке тең. 2-ні қойсам. Қосылған DN-1. N-нің орнына 10-1-ді қоямыз. D-нің орнына 1-ден қойайын, менде D табылған. D-мыз бізде 3-ке тең екен. Мінекей 3-ке тең. 3-ті қойсам, бөлінген 2 көбейтілген N-нің орнына 10 қоямыз. Себебі S10. Мінекей 10. N-міз 10-ға тең. Демек, 2 мен 10 5 болады, қысқарады. Қалатыны 4 қосылған 3 көбейтілген 9. Жақшаның сыртында көбейтілген 5. Демек, есептің жауабы 3 пен 9-ды көбейтетін болсам 27-ге, 27 4 қосам 31, 31-ді 5-ке көбейтетін болсам 155-ке тең болады екен. Есеп шықты. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, яғни арифметикалық прогрессия осымен аяқталды. Ең бастысы осы 14 есепті жақсы түсініп алсаңыздар, сіздерге 100% берем, яғни арифметикалық прогрессиядан ешқандай қиындық көрмейсіздер. Кез келген шығара аласыздар. Енді келесі үй тапсырмасын жүктеп
менің жекеме жіберіңіздер. Көріскенше сау болыңыздар.